Баршаңызға сәлем. Сіздер сұраған тоң майым, мынау сиырдың іш майы. Осыны қалай жасау керек екен, қазір көрсететін болам. Кеше жығылған шұжығымнан шыққан тоң майдың жартысын сұйық майға араластырып қойдым. Жартысын осындай қылып міне қатырып, жаңа кастрюльден алып, қазір осы салафанға салып, сосын кейін морозилкаға салып қатырып қоямын. Кез келген уақытта самса бірдеңке жасағым келсе, морозилкадан шығарып, теркіден өткізіп жасай беремін. Сұйық майға араласқан майым бітіп қалса, осыдан аламын да қосып жасай беремін. Сіздермен болған күлім менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Келесі менің видеомда кездескенше.